Піл мен маймыл ертегісі. Ну орманды мекендеп, бір-бірімен сыйлас боп қатар жүрген піл мен маймыл бір күні өз бойларындағы артықшылықтарын айтып отырып дауласып қалыпты. Менің бойым таудай, күшім де көп, деп мақтаныпты піл. Ашулансам бар ғой, қандай жуан ағаш болса да тамырымен қопарып тастаймын. Ондай қайрат сенде жоқ, дейді піл сөзін жалғастырып. Ал мен ептімін, ештеңе бөгет бола алмайды, деп таласыпты маймыл. Ағашқан ағашқа ырғып, ну орманның арасымен сырғанап жүре беремін. Осылайша піл мен маймыл өз бойларындағы қасиеттерін айтып, ұзақ таласыпты. Бірінің айтқанына бірі көнбепті. Өздері бір бітімге келе алмапты. Енді бұл туралы өзгенің билігін естігілері келеді. Сөйтіп, екеуі жуан емен дінінің қуысында отырған үкіге барыпты. О, орманның ақылгөйі, депті піл ұзын тұмсығын жоғары созып тұрып. Мына маймыл екеуміздің таласымызға өзің төрелік айтшы. Не жайында таласып жүрсіңдер, деп сұрапты үкі. Сол кезде жыпылдаған маймыл сөзді іліп әкетеді. О, біздің ақылгөйіміз, анығын айырып берші, күш қайрат үстем бе, әлде епшілдік үстем бе? Мұны естіген үкі піл мен маймылдың не үшін таласқандарының сырын түсінеді. Сәл ойланған соң, мен сендерді іс үстінде сынап көруім керекпін. Кесімін содан кейін айтамын, депті үкі. Қалай сынамақсың, деп піл мен маймыл сұрайды. Үкі екеуіне кезек-кезек қарайды да, аздан соң сын шартын түсіндіреді. Мына өзеннің арғы бетіне өтіңдер. Қалың ағаштың арасында биік өскен бір түп алма ағашы бар. Қазір жемісі олжып пісіп тұр. Екеуің де өзеннен өтіп барып, сол алма ағашының алмасын алып келіңдер. Мен сол алмаға қарап отырып төрелік айтамын, дейді. Піл мен маймыл өзенге қарай беттейді. Келсе, өзен арнасына сыймай лықа толып, астан-кестен боп ағып жатыр екен. Өзеннен өте алмайтын болған соң маймыл мұңайып, қасірет шегеді. Сол кезде, кел, менің жотама мініп ал, деп піл шақырады. Мен таудан үлкенмін, күшім де мол, өзеннің ағысы мені ағызып әкете алмайды. Маймыл қуанып пілдің үстіне шығып алады. Ал піл өзенді қақ жарып, қиналмастан арғы жағаға өтеді. Содан кейін екеуі үкі айтқан алма ағашын іздеп табады. Қараса, алма ағашы зәулім биік екен. Жемістің бәрі қол жетпейтін биікке өсіпті. Қанша созса да пілдің тұмсығы бір алма іле қоймапты. Өзінің алма ала алмайтынын білген піл қатты налиды. Сол кезде маймыл тұрып, мұңайма, деп пілді жұбатады. Қазір мен алма ағашының басына өрмелеп шығамын да, басындағы жемістерді жерге түсіремін. Сен жинай бер. Маймыл бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаштың басына өрмелеп шығады. Алмаларды үзіп жерге тастай береді. Ал піл оларды теріп бір жерге үйіп қояды. Сөйтіп алмаларды алып болған соң, екеуі кері қайтыпты. Өзенге келген кезде маймыл жинаған алмаларды құшағына қысып, тағы да пілдің арқасына мініп алыпты. Піл өзенді қақ жарып, балпаңдай басып, қиындықсыз өте шығады. Екеуі алып келген алмаларын үкіге беріп, оның қандай төрелік айтатынын тосыпты. Сонда үкі, маймыл, сен мынау ағыны қатты өзеннен қалай өттің, деп сұрайды. Мені піл арқасына мінгізіп өтті, деп маймыл шынын айтады. Дұрыс, өйткені оның бойы таудай, күші де мығым. Өзен ағызып кете алмайды. Ал піл, сен айтшы, биік ағаштың басындағы жеміске бойың қалай жетті, деп енді пілге сұрақ қояды. Менің бойым жетпеген соң, депті ол да шынын айтып. Маймыл ағаштың басына өрмелеп, алмаларды үзіп жерге түсірді. Мен жинап тұрдым. Үкі айтады, міне, ұқтыңдар ма? Күштен де, ептіліктен де үстем нәрсе бір-біріңе тигізген көмегің.
екеуің бір-біріңе қарайласып мақсаттарыңа жеттіңдер. Тек қана күштен немесе жалаң ептіліктен пайда аз. Егер біріңе бірің жәрдемдеспегенде, екеуің де мынау алмаларды алып келе алмас едіңдер. Демек, күш пен ептілік үйлескенде ғана жарасып тұрады. Күшің болғанмен ебің болмаса, ебің болғанмен күшің болмаса, бәрі де бос әурешілік, еңбегің зая кетеді, дейді. Дұрыс, дұрыс деп піл мен маймыл өздеріне айтқан үкінің төрелігіне келісіп, айтқан шешіміне разы болыпты. Сонда үкі: піл, сен күшіңе сеніп даурықпа. Маймыл, сен ептімін деп өспе. Әрқашан бір-біріңе осылай жәрдемдесіп жүріңдер, деп өсиет айтыпты екен. Арнаға міндетті түрде тіркеліп достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.